Қайырлы күн, мен Нұрбекова Таймирис. Бүгінгі күн жаңалықтарында Ред 22-3 тобының шығармашылық топ бірлестігімен бірге фотобейне түсірудің көп камералы процесі тақырыбы бойынша мультимедиалық және цифрлық жабдықтарға сандық бақылау, өлшеу аспаптарын көрсету. Бүгін біздің бейнероликтің түсірілімі бойынша қоюшы режиссері, арнайы пәндер оқытушысы, WorldSkills бейне өндірісі, бейне продакшн құзыретілігінің бас сарапшысы Акимов Мұрат Магазович және де режиссер ассистенті, топ жетекшісі Жұмағазиева Салтанат Базыбаевна. Кинохлопушкада Назерке. Кинохлопушка қызметі түсірілім кезінде сцена, кадр, дубль номерін анықтау үшін қажет. Сонымен қатар хлопушкаға киноның аты, режиссерінің аты, оператордың аты, түсірілім күні, дыбыс форматы, камера номері толық көрсетіледі. Жалпы планда түсіруші Дамир. Бұл кинематографияда, телевидениеда және фотографияда бейне кескіндерін, оларды қоршаған ортамен бірге бейнелеген кездегі кескіннің осындай өлшемділігін анықтайтын ұғым. Орташа планда түсіруші Бақтияр. Бұл камерада белден немесе тізеден және одан да жоғары бейне кескіндерін көрсететін кадр. Бұндай кадр егжей-тегжейлі және көрермендерге кейіпкерлердің жүздерін көруге мүмкіндік береді. Ірі планда түсіруші Ахниет. Кейіпкердің ішкі неше түрлі психологиялық жағдайын, әрқилы сезім иімдерін, мінез-құлқын, ой толғанысын жазбайтын көрсететін немесе сездіретін маңызды сәт. Биіктіктен ұшып түсіруші кран операторы Ескендір. Кинофильм немесе телешоу бағдарламаларда, концерттік бағдарламаларда бейненің мәнерлігін арттыру үшін жоғары түсіру нүктесін алуға арналған арнайы кран. Жалпыға кадрлар жинақтаушы операторы Ақжол. Камера тұрақтандырғышы камераның қажетсіз қозғалыстарының алдын алуға немесе өтеуге арналған құрылғы. Дрон операторы Нажан. Бұл ұшқышсыз басқарылатын әуе аппаратын басқаруға және әртүрлі тапсырмаларды орындауға маманданған адам. Мобильді ПТС Мұрат Мағазұлы. Режиссерлық басқару түсіруші операторлармен интерком байланыстарды жүргізеді. Түсіру қызметін әртүрлі пландарда және ракурстарда басқарып отырады. Фотограф Мирас. Оқиғаларды, репортаждарды, табиғатты немесе портрет пейзаждарын түсіретін кәсіби маман. Нұрбек Аружан. Модельдер. Сән, жарнама немесе өнеркәсіптік түсірілімдер үшін камера алдында түсірілетін адам. Фотомодельдер фотосуреттерде сән киімдерін, аксессуарларын, косметиканы немесе басқа өнімдерді көрсетеді. Сетовик Ернұр. Кинода бұл мамандық жарықтандырушы жөніндегі маман немесе жарықтандырушы дизайнер деп аталады. Негізгі міндеті жарықты режиссердің жоспары бойынша орнату болып табылады. Нұр. Дыбыс операторы. Дыбыс режиссері немесе дыбыс оператор өз қызметімен аудио, дыбыстық микшерлік пультімен толық көрсете алады. Сандық өлшеуіш аспапты тәлім мен мақсат. Шаманы алдымен кодқа түрлендіріп, цифрмен көрсететін өлшеуіш аспап. Ал аналогты аспап, аналогты құрал нәтижені масштабтағы көрсеткіш шкалада бұру арқылы көрсетеді. Дәнекерлеуші Али. Дәнекерлеу қосылысының сапасы көбінесе орнатушының кәсібилігіне байланысты. Дәнекерлеу радиоэлементтерін негізгі платаларда орналастыру сапасын айтады. Бейне монтаждаушы Алишер. Түсірілген бейне кадрларды видеофайлдарда After Effects, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro секілді программаларды импорттау, оны редакциялау жолына салып, керекті құралдармен кесіп, өңдеп, рендер жасау жұмыстарымен негізделеді. Арнайы түсірген бейнеролик «Зияткерлік көкжиектері» атты қалалық ғылыми және жеке студенттік жобалар байқауына арналған жоба.